Келбет хабарынан бүгін сіздер егемендіктің алғашқы лебі ескен сәттақ елге оралған Мұхит Жақсылықұлымен таныса аласыздар. Тәуелсіздіктің туы желбіреген сәттақ Қазақстанға еш қиындық кедергіге қарамастан Моңғол елінен 165 отбасын бастап келген Мұхит Жақсылықұлының патриоттық сезімін айтқызып жеткізу мүмкін емес. Туған елдің бір ұрттам суын аңсап жүргенің, жылағанға ұқсайды кіселінде күлгенің деп, ұлы көшті бастап ел мен елді жақындастыруда көрегендік танытып жүрген азаматты павлодарлықтарға таныстыруды жөн көрдік. Жиырманшы ғасырдың басында кеткен екен аталарымыз. 1930 жылдары алдында Қытайға барған, 1934 жыл Моңғолияға өткен. Бірақ біздің атамыз, әкеміз барлығы мына Қазақстанда елінен айтып отыратын. Әрі 50 жылдардан кейін өзіңіз білесіз, Қазақстаннан көптеген адамдар оқып барды біздің Моңғолияда, мұғалімдер дайындалды. Мұның қазақтың баспа сөзі біз үнемі алып тұрдық. Кезіндегі социалист Қазақстан, мәдениет және тұрмыс, білім және еңбек, жұлдыз журналдарын біз үнемі оқып отырдық. 50 жылдардан кейін туған ұрпақ. Ол кезінде коммунистік партияның идеологиясын бізге Қазақстанда тұрмыс жақсы сондай деп дәріптеуге бағытталған болғанмен, біздің жүрегімізде Қазақстан деген менің ұлы отаным бар, қазақ деген елім бар, қазақ деген жерім бар деп бізді осындай ұлттық патриоттық тұрғыда тәрбиелегенін соның әсерімен деп ойлаймыз. Туған жердің қасиетін, құдіретін елден тысқары саяқ жүрген жандар ғана түсініп түйсінеді. Сонау төңкеріс кезіндегі аласапыранда қазақ елінің беткеұстар азаматтары кеңес үкіметінің қысымымен шетелдерден пана тауып ұрпағын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, оларға атамекені Қазақстан екенін жетесіне жеткізе ұқтыра білген алдыңғы толқын ағалар екендігінде дау жоқ. Өзге елде өзінің ана тілін ұмытпай, ұлттық салт-дәстүрдің қаймағын бұзбай сақтауы қандай керемет. Сонау заманның әлегінен тарыдай шашылып кеткен қазақ бүгінде қауышып жатыр. Оған тәуба деу керек. Тұрмыс тіршілікке келетін болсақ, адамды кейде тұрмыс билейді деп айтады. Бірақ басқа елде, басқа жерде мына мемлекет құраушы ұлттың ішінде жүрген ұсақ ұлттар болады ғой енді, ұсақ ұлт өкілдері болады. Оларда менің екі жол бар. Біреуі бірте-бірте сол мемлекет құрайтын ұлтқа сіңіп жоғалу, біреу өзінің тарихи отанын, тарихи ұлтын табу. Біздің алдымызда екі жол тұр. Мен сол қызметіме қарап, балаларымның болашағын ойламасам, мысалы, онда сол бірте-бірте балаларым тілі моңғолша шығады, сол моңғол деген ұлтқа мен сіңуге сондай жолға тұрды алдымызда. Екінші жолы сол тарихи мүмкіндікті пайдаланып, өзіңнің еліңе, ер жеріңе, ата-бабаң аманат еткен туған топырағыңа, ұрпағыңды ұлтына қосу осы жол тұрды. Осы мүмкіндікті пайдаландық, осыған біз бақыттымыз деп ойлаймын. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол демекші, Моңғол елінің астанасы Улан-Баторда инженерлік қызметінің нәсібін теріп жеп, тәп-тәуір өмір сүріп жүрген Мұхит Жақсылықұлының 4 баласын алып, оралмандарды бастап, Қазақстанға жаңа ғана мемлекет болып, оғын шаншып, керегесін керіп жатқан мемлекетке келуінің өзі ерлік емей немене. Туған жерімнің бір уыс жусанын иіскегенім үшін, туған жерімнің топырағын аяғымен басқаным үшін деп, алда кездесер қиындықтарға қарамастан елге келуінің өзі үлкен патриоттық сезім. Елге елпеңдей келген, аңқылдаған азаматтың алдына бір отар қой салып беріп, жаһандағы жалғыз үйде шопан бол деген ұсыныс жасағанның өзін түсінушілікпен қарауы Мұхит Жақсылықұлының Қазақстанның гүлденуіне аз да болса үлес қосқысы келетіндігін білдіреді. Еліме келдім, ендігісін өзің біл демей, қолға берген жұмысты қанағат тұтып, еңбек ете беруінің өзі кейінгілерге үлгенеге.
алғаш келгенде мені Екібастұзға келіп түстік. Екібастұздан бізді Баян ауылдың басшылары қарсы алды. Баян ауылдың ел жерін алып барды. Сонан 40 жылдық Кеңшар дейді, Жая Мұса ауылына бардық. Отбасымыз 5 семья, 5 отбасы. Бізді Ожар деген фермаға, қыстаққа мал бағуға жіберді. Ал енді былайша қарағанда, мен үшін ауылда туып өскен адам қалал жерде тұрған дүние ауылды сағынады. Ауылда бір сағыныш болады. Мен сол сағынышымды басқандай болдым. Көп жыл Батырда қалал жерде тұрып, ана өзім туған ауылым сағынып жүретін. Сосын не демалыс, не болмағаннан кейін енді елге келіп, сол сағынышымды басып қойдың соңында жүргенде маған сол қайта жақсы болған сияқтанды. Екіншіден қазір ойлап отырсам, егер мен тура осы Павлодар қаласына қалал жерге келсем, дәл сондай Баян ауылдай қасиетті жерге келіп, сол елдің салт дәстүрін қанша айтқанмен мен өзім моңғолдың ішінде жүрдім, орыс жұртының ішінде жүрдім. Енді туған ауылымнан ертерек кеткендіктен қазақтың барлығы енді салт дәстүрін бәрін біле бердім деп айта алмаймын. Соның барлығын мен қайтадан осында келіп табуыма, сол салт дәстүріме өзіме түсінуіме, ұғуыма осы Баян ауылдың қасиетті ел жеріне келген өзім бақытты санаймын. Өйткені қазір Моңғолия қайда, Моңғолияның Баян өлкей, Бұлғын қайда, мен туған ауылым, қазір мен туған елім, туған ауылым, мен Жая Мұса ауылы, Баян ауылдықпын. Қазақстанға сағынышын арқалап келген қандастар бүгінде туған елінің гүлденуіне, өсіп өркендеуіне үлес қосуда. Бір кереметі олар мемлекеттік тілдің қанат жаюына да әсер етуде. Қазақ тілінің қаймағын бұзбай, елге жеткізген қандастар арасында талай-талай беткіштар азаматтар да баршылық. Олардың үйдің орнына аспаныңды жамылайын, көрпеңнің орнына туған елдің топырағын төсейін деген патриоттық сезімдері қандай керемет. Қазір менің еңбек дәптерімде көрген кісілер кейде күледі. Құрылыс бірлестігінің бас директор қызметінен министрдің бұйрығымен босап, 17 күннен кейін совхоз директорының бұйрығымен екінші бөлімшенің Ожар фирмасына... Соңғы 15 күнде тұңғыш рет осы жабдықтар бейне камералармен монтаждау өтті. Тозып біткен соншалық енді бір жылға жетер-жетпес уақыт облыстық теледидар жұмысын тоқтатуға шақ қалғанын қалайша жасырарсыз. Ақырғы бейне камера 1997 жылы сатып алынса, соңғы жеңіл көлік телестудияның 30 жылдығына 1995 жылы облыс әкімшілігі тартып етсе, жағдай түсінікті болар. Уақытымызға қарай қазір жағдай өзгерді. Облыстық телекомпанияның өзекті мәселесіне соңғы жылдары бірінші рет облыс басшылығы түсіністікпен қарағанын айту ләзім. Андиял Ахметтің тікелей қолдау көрсету арқасында жыл басында біздің компания 4 сандық бейне камера алды. Тамыз айының соңғы күндері Мәскеуден 150 мың доллардың теледидарға қажетті жабдықтарын тиеген контейнер әкелінді. Бұл дегеніңіз ақпаратты студия кешені мен компанияның түрлі түсті павильонын толық жабдықтауға жетіп жатыр. Көктемде студия іші жаңаша безендірілгенін ескерсек, енді Павлодар телекомпаниясы Қазақстандағы техникалық жағынан жасанып жарақтанған ең озық студияның біріне айналмақ. Қуаныш ұзақ болсын көрермен қауым. Ұлағатты ұстаздарға қажырлы еңбектеріне, әлі де бас еңбектерін тебірек жеткізді. Бұл құрметті шәкірт жүрегі Осы жабдықтар бейне камералармен монтаждау өтті. Тозып біткен соншалық енді бір жылға жетер-жетпес уақыт облыстық теледидар жұмысын тоқтатуға шақ қалғанын қалайша жасырарсыз. Ақырғы бейне камера 1997 жылы сатып алынса, соңғы жеңіл көлік телестудияның 30 жылдығына 1995 жылы облыс әкімшілігі тартып етсе, жағдай түсінікті болар. Уақытымызға қарай қазір жағдай өзгерді. Облыстық телекомпанияның өзекті мәселесіне соңғы жылдары бірінші рет облыс басшылығы түсіністікпен қарағанын айту ләзім. Андиял Ахметтің тікелей қолдау көрсету арқасында жыл басында біздің компания 4 сандық бейне камера алды. Тамыз айының соңғы күндері Мәскеуден 150 мың доллардың теледидарға қажетті жабдықтарын тиеген контейнер әкелінді. Бұл дегеніңіз ақпаратты студия кешені мен компанияның түрлі түсті павильонын толық жарақтауға жетіп жатыр. Көктемде студия іші жаңаша безендірілгенін ескерсек, енді Павлодар телекомпаниясы Қазақстандағы техникалық жағынан жасанып жарақтанған ең озық студияның біріне айналмақ. Қуаныш ұзақ болсын көрермен қауым. Орал политехникалық институты ұлағатты ұстаздарға қажырлы еңбектеріне, әлі де бас еңбектерін тебірек жеткізді. Бұл құрметті шәкірт жүрегі
еш кемшілік көрмей жүрсе де адам екенін ұмытпай ұлтаным болайын деп елге келуі оның азаматшылығын көрсетеді. Подключись, я начну выдавать эфир. Алло, внимание, руки на стол, руки под стол. Каждый серьезный тебе. Так, все, внимание. Состоялась очередная комиссия сессии областного маслихата второго созыва. Присутствующий на сессии депутат парламента Сергей Марьев. Даем. Метод принял решение помочь в доведении. Проходит конкурс творческой молодежи «Шаббат». Из столицы передает по телефону наш коллега Руслан Илья. Үйрене алмай, 5 семьядан аз ғана адам бар. Кешке жақын үй жоқ болсаңыз, Внимание. тұрады, содан 2 сағат жым-жырт тыныштық болмайды. Обучение своими силами. Это не Басында қорқыныштылау. Балалар қорқып үйден шықпайды, ауырып, сонда біраз қиыншылықтар болды. Маған қайта-қайта айтып ренжіп. Басқа жаққа ағайындар қазір қайда барамын? Подключись, я начну выдавать эфир. Алло, внимание, руки на стол, руки под стол. Каждый серьезный тебе. Так, все, внимание. Состоялась очередная комиссия сессии областного маслихата второго созыва. Присутствующий на сессии депутат парламента Сергей Марьев. Я правильно Даем. Метод принял решение помочь в доведении. Проходит конкурс творческой молодежи «Шаббат». Из столицы передает по телефону наш коллега Руслан Илья. Атажұрт қонысына жағылмаған көп жылдар кезегіне көш келеді оралып отанына ошағына өзінің отауына табыспақ боп туысы Внимание. қосылмақ боп өзінің қатарына көштің алдын көк атты кеспес екен Обучение своими силами. Это не екен адасқандар отанын тауып жатқан бұл ең соңғы ең ұлы көш болса екен. Қой бағу қиынға түсті. Ол қиынға түспеді деп айта алмаймыз. Сол айылын аттың тарта алмай азаптандым қанша күн деп, аттың айылын тарта алмай жүргендер болды. Оны өлең бұлдыртта жаздық. Бірақ қанша айтқанмен қазақ емеспіз бе? Сол қойды бағып, 2 қора қойды, бір фермада бағып отырдық, 2 ферманы алғанбыз. Соның бірінен бір қиын болғаны, бір күні бір қатты тұман түсті. Тұман түскенде, сол тұманның ерекшелігі сондай. Сонан мен үйде отырғам, менің Ниязбек қойға кеткен, құдамыз қойға кеткен, содан тұман түсіп кеткеннен кейін. Енді 2 жаққа барып, тұман түсіп кетті, кісілердің малды айдап келейік деп, екеуміз 2 жаққа шықтық. Сонан мен сол қараңғы тұманда айтып жүріп отырып көп малдың үнімен інімді тауып алып, енді малды айдайық десек жазық қой. Қайда айтайтынымызды білмейміз. Ештеңе көрінбейді. Айдай жазып. Сонан енді атамыздың бір айтқаны бар, балам аттың басын қоя бер деп. Тұманда адасаң аттың басын қоя бер, сол өзі алып барады. Сонан аттың басын әбденен тарап, таң атқанша түн тұман ғой. Біз қайда барамыз, малдан айырылып қаламыз, 500-дей мал. Сонан тарап аттың басын қоя бер. Сон торшалақ бір-екі рет істегім керек жүрді айтып. Сол артынан ақырын сол малды айдап отырып келсең бір діңгекке келіп тірелді. Ат байлайтын діңгекке. Сол ат байлайтын діңгекке үйге кетіппіз. Енді онан кейін жастау менен көрі, Қанат деген күйеу боламыз. Ол әкесі кеткен малды көрмей, ол адасып кеткен ғой.
Сонан енем Дертап екеуміз іздеуге шықтық. Іздеуге шықсақ қайда бара жатқанымызды білмейміз. Сонан сол бір жүріп біраздан өзіміз адастық. Сонан сол адасып жүріп енді бір жерге келсек бір киіз үйге келіп тірелеміз. Біз киіз үй тұрып қойғанбыз енді. Біз қайда келдік, бұл қайдағы киіз үй? Біздің маңайымызда ондай киіз үй жоқ еді ғой деп. Қазір енді өткенге кісі күледі. Сонан үйге ассалаумағалейкум деп кіріп келсем біздің үй, өзіміздің үй. Сонан құдағиларымыз бәрі біздің үйде отыр. Ой, баланы таптың ба? Жоқ ой. Енді біз мына сапқа жаққа қарап келдік, енді бірінші май ана бөлімшеге барамыз деп. Өтірік айтып, содан шығып кетіп. Енді бірінші майды таппай, ол 7 шақырым жердегі бөлімше, 7-8 шақырым. Адасып жүріп, сол бір қораның ішінен бір неге келген сияқтымыз. Жол ештеңе көрінбейді, аттың жалы, аттың құлағы да көрінбейді, сондай қараңғы сол. Өте қатты тұрмыз. Сол бүйтіп сипалап келе жатсам бір құлып тасқа келіп қолым тиді. Жүрегім бір ете түсті, әкенім қорқар ғой деп. Мынау енді неге бірінші майдың жанындағы зират па екен, жоқ орта ауылдың зираты ма екен, біз зиратқа келдік деп. Сескеніп қалғандай болды, сосын біраздан кейін сол ауыл жақын ғой енді. Иттің өлген дауысы шығып, сосын бірінші майға келіп. Сосын бірінші майға келдік, бірінші май халқы жақсы енді. Бірақ сол жол бізді сол елемегендей болып қатты. Ешкім бізбен бірге іздеуге шыққан жоқ. Ой, ол қайда кетеді дейсің, жаздың ештеңе етпейді деп түнде сөйтті. Содан Ожар деген бір биік тау бар, соның басына шығып отыр. Сонда алғаш рет ойландым, біз осы дұрыс істедік пе, теріс істедік пе, бұл не болды? Ертеде кеште қуалай бермей ойынды, бір ауық қалқан арманға жүздер ойынды. Өпшілік көзі сынағыш келер бұндайынды, абайлап басып түзелді босқа бойыңды. Абайлап басып түзелді босқа бойыңды. Азаматты елге танытуда отбасының үлкен рөлі бар. Олай дейтініміз айранда үйіп отырған отбасындағы тірліктің берекесі болатынын бесенеден белгілі. Әсіресе ерлі зайыптылардың ынтымағы, сыйластығы қажет ақ. Қазақ бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық деп тегін айтпаған. Ал Мұхит Жақсылықұлының жан-жары туралы әңгімесі дәмді. Жаңа жылдың басында менің анам қатты науқас ауырып жатыр деген телеграмма алып, сонан сол емтиханда шала тапсырып, сосын кейін Баян-Өлгейге келдім. Баян-Өлгейден сол Бұлғын деген жерге жеткенше анам қайтыс болып кетті. Мен келгенде анамды шығарып жатыр екен. Ол енді бір ауыр кез болды мен үшін. Анамды шығарып жатыр екен, сол дәл шығарып келе жатқанда мен келіп түстім. Мені күткен, сол жол ауыр болды, қар болды, бұрқасын болды, көп жерге жаяу жүруге тура келді. Бірақ анамды көре алмай қалдым. Сонан сол анамды сол сыртқа шығарғаннан кейін имамнан өтініп жүзінгені көрдім. Сонан кейін анамыз қайтыс болғанда біздің үйде 12 жасқа жетпеген 6 бала қалды. 6 баланың ең жасы 2 жаста, үлкен 12-де. Біз өзі көп балалы үйдің баласымын деп айттым, 13 бала болатынбыз. Сонан әкей науқас болды. Сонан енді маған енді ой келді, мен бұл оқуға қайтып кетуім керек. Соны осы ішімізге мен айттым. Егер сен менің басым мынадай жағдай туып тұрғанда, сен енді келсең, енді мен өмір бойы енді өзің сыйлап өтемін шығармын. Менің басымда осы сен жағдай түсінді. Бұл ішіміздің шешесі дағы ауыр болды. Больницада жатты. Бірақ бұл түсінді. Анамыз қайтыс болғаннан кейін, 7-сін өткізгеннен кейін, бір 7-тен кейін екеуміз бас бұрадық, үйлендік. Бұл әкейдің қолында балаларды бағып қалды. Мен оқуға кеттім. 2 жылдан кейін мен оқу бітіріп келгенше үйде болды балалармен бірге.
Қазір інілерім, қарындастарым бәрі ері жетті, бәрі анасындай көрді. Бастабында қиындау болды. Ол кезде өзімде жас болдым, 20 жаста ғана болдым. Өзім үйдің үлкені болғандықтан, мені үйде әке-шешелерім сондай бір тұрмысқа шығады, мынау қыз бала деп солай өсірмеді. Енді алғаш үйленген кезде маған қиын болды расында. Кейбір кісілер келеді, қайырлы болсын айтып келеді, кейбір кісілер келеді, көңіл айтуға келеді. Сол кезде қиналамын. Қиналғанымды бірақ ешкімге білдірген жоқпын. Өйткені қасымда жолдасым болған жоқ қой. Атамның қабағына қарап отырам, кішкентай бауырлары, қарындастары бар. Ол балалармен бірге, олар жылағанда бірге жылайды, ойнағанда бірге күліп ойнады. Солай жұмысымды істеп, солай жүре бердім. 1-2 жыл сағынып жүрген уақыт тез өтіп кеткен шығар, күн санай бергендіктен. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді халқымыз. Әке балаға сыншы деген сөзді бала ата-анаға сыншы деп өзгерткім келеді. Олай дейтінім, 21 ғасырда өмір сүріп отырған балалардың өмірге көзқарасы, түсінігі, талғамы өте жоғары. Олардың күнделікті сусындар ақпараттары да күрделі, рухани дамуы да өзгеше, заманы да басқа. Сондықтан 20 ғасырда өмірге келген біздермен салыстырғанда қазіргі ұрпақтың талғамы өзгеше. Енді менің әке-шешем енді барлық ата-аналар сияқты өз балаларына жақсы тәрбие берсін деп ойлайды. Енді әкеме келсем, ол кісі негізінде өмірде қатал адам. Біздің тәрбиемізге, білім алуымызға, жүрген тұрғанымызға бәріне жақсы қарайды. Енді біздің білімімізге ол кісі өте көп көңілін береді. Сабақтан келген кезінде, мысалы, үй тапсырмасын сұрап, күнделіктегі бағаларды бәрін қарап отырады. Тәрбиемізге өте жақсы қарайды. Ал анам болса, енді екеуі тең. Елге ел қосылса құт демекші, оралмандардың атамекенге ат басын бұрғанына 15 жылға жуықтапты. Қазақстанның тәуелсіздік алған кезеңіндегі қиындықтарды қандастарымыз жергілікті халықпен бірге бөлісті. Сондай жанның бірі Әлжебай Ақсақал. Мұхит Жақсылықұлының әкесі Әлжебай Ақсақалдың ұрпағымды ұлтыма қостым деген бір тамаша сөзінің төркіні тереңде жатыр. Осындай ой айта алатын Ақсақалдың баласы Мұхит Жақсылықұлының еліне, жеріне деген сүйіспеншілігі шексіз. Жатсынбашы ағайын, жат емеспін, жатқа сеніп қаншама қателестің, тәлкегіне тағдырдың не шара бар, жабырқаумен өзіңде жат елдестім. Келгенім жоқ, жыртығын жамайын деп, келімсектей не пайда табайын деп, келген едім оранып топырағыңа, бір төмпешік тауыңда қалайын деп.